Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, қолжетімді заттардан тұратын французский салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де достар, видео ұнаған болса лайк басып, менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен картошка фри дайындаймыз. Ол үшін картошкамызды үккіштен өткізіп, 5-10 минутқа тұзды суға салып, одан соң осындай салфеткіге картошкаларымызды құрғатып аламыз. Одан соң қызып тұрған майымызға сап-сары қызартып қуырып аламыз. Төменгі видеоның астына описанияға салатымызға қажетті заттардың барлығын мөлшерін жазып қалдыратын боламын. Картошка фрейміз дайын болды. Ал енді достар, салатқа қажетті заттарымызды алдымен дайындап, барлығын жуып, тазалап дайындап аламыз. Бізге қажетті заттар горох, капуста, қызылша және майонез, фри қажет болды. Ең алдымен капустамызды жіп-жіңішке етіп турап аламыз. Өте жіңішке етіп тураймыз, сонда салаттарымыздың көркі де әдемі болып тұрады. Капустамызды турап алдық. Енді қызылшамызды міндетті түрде свежий, яғни балғын қызылша таңдап алыңыздар. Оны да үккіштің көзіне өткіземіз. Жіңішке болса әдемі болып шығады. Қызылшамызды өткізіп болғаннан кейін көз мөлшерімізбен осылай тұз қосып, жақсылап, мыжғылап араластырамыз. Ал енді достар, араластырып болғаннан кейін үстіне горох қосамыз. Одан соң осы қуырылған картошка фрейміздің жартысын қосып, жартысын бетіне сепкенге алып қаламыз. Енді достар, майонез қосамыз. Оны да көз мөлшермен, яғни өзіңізге қалауыңызға қарай қоссаңыздар болады, көбірек етіп қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде тұзын көріп алыңыздар. Тұзы кем болса, аздап қоссаңыздар болады. Мінекей салатымыз дайын болды. Өте керемет, түрі де әдемі салат болып шығады. Қонақтардың алдына ұялмай дастарханға қоя бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достар, осы видеоны WhatsApp желісінде құрбыларыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Достар, келесі де менің керемет видеоларымды жіберіп алмас үшін YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет достар. Баршаңызға ас болсын.